Қызылорда қаласы және оған қарасты ауылдық елді мекендер бойынша 264 көше орташа және күрделі қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Облыс әкімі көп бағыт бағдарды осы ауылдық елді мекендер мен шет аймақтарға көп көңіл бөлуде. Ұлттық сапа бізде осы мемлекеттік мекемесі бар. Барлық салынып жатқан көшелердің барлығының сапасын сол мекеме тексеріп, сол оған тиісті қаражат бөлінген. Ол мекеме барлығына да тексеру жүргізіліп, егер өзінің несінен өткен, лабораториядан өткен жағдайда біз ол жолдарды қабылдаймыз. Шүкір жақсарды биыл. Биыл төселді ғой асфальт. Мына жол салғандарыңа көп рахмет. Бір ауыз сөзіміз тастамағандарыңызға. Өстіп келе береді. Мен осы Әл-Фараби Болашақ көшесінің тұрғынынан әкімшілікке өте рахмет айтамыз. Бұрын көше жоқ тұғын, особенно Қожа көшеде вообще болото тұғын. Әзір мінеке асфальты, байдың рахаты,